Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге үй жағдайында ешқандай таразыны қажет етпейтін қарапайым заттармен өте дәмді капучино пирожноларын жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қолдау ретінде лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі ыдысымызға жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажыратып алатын боламыз. Және де ыдысымыз ешқандай су, май болмау қажет. Ең бастысы құрғақ, таза болуы керек. Және де ақуызымызға бірде-бір сарыуызымыз түсіп кетпеу керек, бір тамшы болсын. Сонда біздің пирожноларымыз өте биік болып көтеріледі. Міне барлығын ажыратып алдым. Енді ақуызымызға қантымызды аз-аз мөлшерден сала отырып миксерлейміз. Қантты бірден салып жібермеңіздер, және де әр минут сайын миксердің жылдамдығын көтеріп отырыңыздар. Бізде аппақ 2 есе ұлғайған масса дайын болады. Барлығын жақсылап миксерлеп болған соң, үстінен жұмыртқаның сарысын аз-аздан сала отырып миксерлеңіздер. Массамыз 2 есе ұлғайып, өте керемет болып көтеріліп тұр. Сонда сіздердің пирожноларыңыз күшті болып көтерілетін болады. Сарыуызымызды салып миксерледік. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек бір-бірімен араласса болғаны. Енді разрыхлитель какао ұнымызды үнелегіштің көмегімен өткіземіз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер, өйткені біздің көтеріп алған массамыз түсіп қалуы мүмкін. Енді тек қана араласқанша жақсылап миксерлеп алыңыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Қалған ұнды да салып, ұндарыңызды, какао барлығын міндетті түрде ситодан өткізіп алыңыздар. Тағы да миксерлейміз. Бізде осындай масса пайда болды. Ең соңында сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Осымен біздің массамыз дайын. Протеинімізге массамызды құямыз және де бір тегіс етіп шығатын боламыз. Осы кезде пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 20 минутқа пісіріп алыңыздар. Бір тегіс болса, пирожноларыңызда тегіс әдемі болып шығады. Қызып тұрған пешке 20 минутта пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріңіздер. Енді біз крем жасаймыз. Креміне осындай варенка қолдандым. Және де сгущенка. Егер сіздерде сгущенка болмаса, жай ғана үй температурасындағы сармаймен варенканы араластырсаңыздар болады. Мен сгущенкамен варенканы салып араластырып алдым. Өте оңай кремдердің бірі. Міне біздің креміміз дайын. Енді әбден суыған корждарымызды 2 бөлікке бөлеміз. Коржды көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ әрі нәзік, биік болып көтерілген. Қараңыздар, қандай күшті болып көтерілген. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мен пропиткаға сүт пен какаоны араластырдым. Енді сіздер қант пен суды араластырсаңыздар да болады. Пропитканы толығымен жағып шығатын боламыз. Енді кремімізді толығымен жағып шығамыз. Міндетті түрде дәл осы кремді қолдану қажет емес. Өзіңізге қандай крем ыңғайлы, қандай кремнің дәмі ұнайды, дәл сол кремді қолдансаңыздар болады. Тағы да коржымызды құйып, тағы да пропиткамызды құйып жібереміз. Тағы да кремімізді құямыз. Көріп тұрғандарыңызда жасалу жолы өте оңай, көп уақытты қажет етпейді. Осылай кремді жағып болған соң, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қатырып алсаңыздар болады. Мен сразу кестім, менде асығыс болғандықтан, видеоға түсіру керек болғандықтан, осылай сразу сіздерге кесіп көрсеттім. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ болып шыққан. Ал бетін әрлеу өз еріктеріңізде қонақтық дастархандарға қойсаңыздар өте керемет болып шығады. Осымен біздің капучино пирожноларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте көп болып шығады. Әсіресе корждар өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Егер сіздерге видео пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Өйткені алдағы уақытта менің каналымда көптеген керемет рецепттер болады.